Мен Қадырхан Еркебұлан 22 жылы 5 қаңтарда жазықсыз айыпталып, қаңтарға байланысты. Біздер, мен өзім мешітте намазғамын. Сол мешітте барып, мешітте жұмыс істеген кезекші молда болып. Содан кейін мешіттен төртті күні бізде жамағаттардың арасында группа бар еді, жаңағы мешіттегі намазхандардың арасында. Сонда Руслан Тілеков деген жігіт Семейден келе жатырмын төртті күні. Bir группа ашсаңдар, Ақтөбеде болып жатқан жағдайға қатысты, соған қазақтарға өзіміздің бар екенімізді қолдау білдірейік деп жаңағы жамағаттың группасына салған еді. Жаңағы айтып отырған жігітті специально намаз оқитынына байланысты пайдаланған ғой. Мысалға, міне мынау группаны ашты, ол негізі өзі админ болған, бірақ ол өзін көрсетпеді. Көрдіңіз ба? Біз жаңағы адвокат, Аллаға шүкір, енді білімді адам болды. Алла разы болсын, шамасы келгенше көмектесті ол кісі. Сол кісі жаңағы бүкіл дәлелдеп келіп жаңағы жігітке әкеліп береді. Енді мынаны табыңдар мысалға. Енді бұл да админ болды ғой мысалға, группаны аштырған негізі осы. Осыған біз дәлелдеп береміз деген кезде олар алды да бізді жоқ, жарайды, үй қамаққа жіберді. Кейін баяғы ойбай бәрі дұрыс деп қайтадан ақтап өздері шығарды. Өздерінің адамы ғой. Енді оған дейін ұрды, соқты, намысыма тиетін сөздер айтты. Менің ішім ашитын айтады екен ғой, жаңағы бір ғалым айтты, қарынның ашқаны емес, қадірінің қашқаны жылаймын деп. Менің ішімнің ашығаны өзіміздің жап-жас бауырларымызды, қазақтарды бір-бірімізге айдап салды да. Әтей ұйымдастырған енді көріп тұр ғой, өздері ұйымдастырды, бірақ соңында таяқ жеген, зардап шеккен қарапайым халық болдық мысалы. Қаншамасы өліп кетті, көз алдымызда қаншамасы жарақаттанып бірге жатқан балалар болды мысалға. Даже оларға дәрі бермей қойды ғой мысалға. Қанша шырылдап жатса да. Қазақта айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық. Енді ұру, соғу, қинау деген енді адамның істейтін нәрселер емес мысалға. Жүрегі бар адам, білмеймін, енді мұсылманды ана ұқсап ұрып соғу деген енді мен өзім ақылыма сыймайды. Өз көзіммен көрдім. Мен бұрын заңды бәрін құрметтейтінмін, сыйлайтынмын. Осы оқиғадан кейін мысалға мен білмеймін, заң қызметкерлеріне деген менде қандай жағдай болмасын бір күмән тұрады. Бір қорқыныш тұрады бойымда. Себебі заң адамында менің түсінігімде ол бізге көмектесу керек қой. Біз заң адамын көргенде ол мына бізге көмектеседі мысалы, менің құқығымды қорғайды деген бізде сондай бір сенім болу керек. А бізде өкінішке орай қазіргі кезде оларға деген бізде өшпенділік, қорқыныш, керісінше сенім деген кетеді оларда. Енді жоқ деп айтпаймын, олардың ішінде бар жақсы адамдар, бірақ өте аз. Бірақ жақсы адамдар өзінің ойын, мақсатына жете алмайды. Олар біліп тұр ақиқатты, бірақ айта алмайды. Жаңа көмектескісі келеді, бірақ көмектесе алмайды. Ондай жігіттер болды, енді Алла разы болсын. Білмеймін, енді бұны не себепті істеді, не себепті бұндай болды мысалға. Біздің мақсатымыз билікті басып алу, билікке қарсы шығу емес. Біздің мақсатымыз болған халық қымбатшылықты айтып, өз ойымызды Қазақстан азаматы ретінде өз ойымызды жеткізу. Қымбатшылықты, жаңағы кредитте отырғанымызды, жұмыссыздықтың жоқтығын, мысалы тұрақты жұмысым жоқ мысалы мен жаңа. Ал ана сияқылды атыс шабыс болып кетеді деп ойлаған жоқпыз. Бірінші бастап атқан ол өздері қарапайым халыққа. Бірінші оқ атқан, бірінші жаңа уланатын газ шашқан, бәрін бастаған өздері. Ендігі мақсатымыз мысалы ары қарай ұрпағымыз не болады мысалы біздің мақсатымыз. Ұрпағымыздың мысалға жаңағы өмір бұлыңғыр ғой. Мысалы қазіргі әділетсіздікті көргенде мысалға мен білмеймін, мен айта алмаймын болашақ ұрпағымыз осындай өмір сүреді деп. Қазір айтып жатыр ғой, жаңа Қазақстан бәрі жаңадан болады деп. Жаңа дымыда болған жоқ. Шындықты айту керек. Керісінше сол жемқорлық, парақорлық, қорлық, сорлық көрсету, қарапайым халықты қанау, тонау, жаңа басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын. Бір түсінгенім, біз Алланың сынағы әрине, бостандықтың қадірін көп түсіне білмейміз ғой мысалға. Сондай кезде ағайын туған туыстың айтады ғой, ата-ананың қадірін балалы болсаң білерсің, ағайынның қадірін жалалы болсаң білерсің. Бүкіл доспыз ойбай деп жүрген бәрі жанымыздан қашып кетті. Намаз оқып Аллаға бойұсынғанымыз үшін бізді сонымызды пайдаланып жатыр да, біз намаз оқып ораза ұстап Аллаға бойұсынып, Алланың алдында парызымызды орындау үшін мысалға біреуден сұрануға, біреудің алдында жауап беруге міндетті емеспіз. Әркім өзіміз үшін жауап береміз. Мен намаз оқысам, ораза ұстасам өзім үшін, құлшылық өзім үшін жасаймын. Бірақ өкімет оны бізде керісінше көрсетті да халыққа. Халықтың бізге деген көзқарасы басқалай болды. Қазіргі кезде шүкір, енді ақырындап айту, халық ақиқатты біліп жатыр ғой, қазір қандай болғанын біліп жатыр. Енді халықтың көзі ашылып, бізге деген көзқарасы өзгеріп жатыр.